Сәлем достар, сендермен Бико. Бүгін мен ұзақ үзілістен кейін YouTube'қа оралдым. Мен неліктен YouTube'та жоғалдым? Неліктен каналдағы видеоларды алып тастадым? Және неге бұл видеоны жасанды интеллектпен дыбыстап отырмын? Соның барлығын осы видеода айтатын боламын. Ал сендер видеоға лайк басып, арнаға жазылып, арнаны қолдап отырыңдар. Ал енді мен неге YouTube'ы тастап кеттім? Шыны керек, мен YouTube'ты тастамадым. Мен YouTube арнамнан айырылып қалған болатынмын. Ал енді қалай айырылып қалғаным? Ол ұзақ әңгіме, қысқасын айтсам, телефоным толықтай сброс жасалып, менің Gmail почтаммен YouTube арнам өшіп кетті. Және мен ұзақ стресте болдым. Бірақ кейін, ол Gmail менің ескі телефонымнан табылып, мен арнамды толық қайтардым. Енді мен неге YouTube'тағы бұрынғы видеоларды өшіріп тастадым? Мен YouTube'тағы видеоларды өшірмедім. Мен тек ол видеоларды доступ посилке деген функцияға қойып қойдым. Себебі, жай ғана мен жаңа форматтарда видео түсіргім келеді. Ал ол қандай формат? Оны алдағы уақытта көретін боласыңдар. Айтпақшы, мен өзімнің Telegram парақшамды ашсам деймін. Ол арнада модтармен, тағы да керек файлдармен сіздермен бөлісіп, келесі видео жайлы сол жақта талқылап, немесе тағысын тағы деген секілді. Бұл жайлы пікіріңді астына жаза кет. Ал енді, мен неге видеоны жасанды интеллект арқылы дыбыстап отырмын? Себебі, бұл алдыңғы өзім дыбыстағаннан әлде қайда. Оңай әрі тез жұмыс жасайды. Сондықтан маған осылай тиімдірек деп ойлаймын. Сосын тағы айта кетерлік жайт. Енді мен тек Pajab Launcher Minecraft емес, Roblox, Free Fire секілді әртүрлі ойындарды ойнап видео түсірсем деген ой бар. Бұл жайлыда не ойлайсың? Комментарияға өз ойынды жаз. Енді бұл видеоны неге түсіріп отырмын? Себебі арнада актив қалдыма, және арнадағы өзгерістермен сіздер жауап таппаған сұрақтарыңызға жауап бердім деген ойдамын. Бұл видео қысқа болды, бірақ бұл қысқа видеода барлығына жауап бердім деген ойдамын. Арнада барынша видео түсіруге тырысам. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар.